Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен тәжірибе алмасушы мен Бақтиярова Гүлшат Рахметжанқызы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті педагогика және психология кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты. Сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырған бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жоғарғы оқу орындарында педагогикалық пәндерді оқытудың белсенді әдіс-тәсілдері. Дәрісіміздің мақсаты жоғарғы мектеп жағдайындағы педагогикалық процесті ұйымдастырудағы оқытудың белсенді әдіс-тәсілдерінің мәні, олардың мазмұны туралы түсініктер беру, дәстүрлі және интерактивті оқыту әдістерін тәжірибеде үйлесімді пайдаланудың жолдарымен таныстыру. Дәрісіміздің мазмұнын ашуда біз біріншіден оқыту әдістері, олардың мәні туралы түсініктерге тоқталып, екіншіден белсенді оқыту әдістерін тиімді пайдаланудың маңызы және жолдарына тоқталмақпыз. Соңғы жылдары қоғам өмірінің түрлі салаларында болып жатырған өзгерістер еліміздің жаңа тарихи кезеңге қадам басып жатқандығының дәлелі. Әсіресе қоғамдық санамызға рухани мәдени тұрғыдан тың серпін берген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты тұжырымдамалық мақаласы мен осы ағымдағы жылы жасалған 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауының маңыздылығын ерекше айтуға болады. Бүгінгі таңда елімізде адами капиталды дамыту мәселесіне басымдықтың берілуі отандық білім беру жүйесі мен педагогика ғылымының алдына жаңа міндеттер қоюда. Осы орайда жоғарғы мектеп педагогикасы ғылымы бәсекеге қабілетті, білікті мамандарды даярлауда өз мазмұнын жаңалап, жетілдіруге, инновациялық ғылыми әдістемелік ізденістерге ден қойып, өзіміздің ұлттық рухани мәдени мұраларымызды қайта зерделеумен қатар, әлемдік педагогиканың тәжірибелерін пайдалануға үздіксіз көңіл бөлу қажеттілігін көрсетіп отыр. Біз ең алдымен бүгінгі дәрісімізге арқау болып отырған жетекші әдіс ұғымына тоқталсақ, жалпы әдіс термині грек сөзі методос, шынайылыққа, ақиқатқа алып баратын жол немесе мақсатқа жетудің жолы деген мағынаны білдіреді. Педагогика ғылымының мазмұнында әдіс категориясы 3 аспектіде қарастырылады. Ең алдымен педагогикалық ғылыми зерттеу әдістері тұрғысынан, екіншіден тәрбие әдістері және бүгінгі біздің дәрісімізге арқау болып отырған оқыту әдістері ретінде. Бүгінгі ғылым теориясында оқыту әдістері ұғымына берілген анықтамалар жүйесі өте көп, түрлі көзқарастар жүйесін талдай келіп, біз дәрісімізде оқыту әдістері бұл қойылған дидактикалық мақсаттар мен міндеттерге жетуге бағытталған оқытушы мен білім алушылардың бірлескен мақсатты саналы реттелген педагогикалық іс-әрекеті амалдарының жиынтығы деп тұжырымдағымыз келеді. Жалпы қандай да болмасын, ғылыми категориялар жүйесіне берілген анықтамалардың көп болуы бізді алаңдатпауы тиіс. Неғұрлым ғылыми анықтамалардың көп болуы біз қарастырып отырған қандай да бір ұғымның мәнін, оның табиғатын терең және әр қырынан танып түсінуге мүмкіндік береді. Осы оқыту әдістері туралы сөз еткенімізде, біз үнемі әдіс-тәсіл ұғымдарының да қатар жүретіндігін аңғарамыз. Әдіс-тәсіл категорияларының аражығы ғылымда жалпы ажыратылмаған. Тек біз тәсіл әдістің құрамды бір бөлігі ажырамас құраушы компоненті ретінде немесе бөлек бір жасалатын қадам ретінде түсінеміз. Өйткені тәжірибеде әдіс кейде тәсілге, тәсіл кейде әдіске айналып қолданыс тауып жатады. Қазіргі кезде оқу үрдісінде дәстүрлі негізден бастау алған әдістер кеңінен қолданылып жүр. Дәстүрлі жағдайда оқыту әдістерінің топтастырылуы, яғни білім беру мақсатына байланысты, оқу мақсатына байланысты түрліше жіктеледі. Оқыту әдістері, мәселен, лекция, әңгіме, демонстрация, әңгімелеу, түсіндіру, оқу әдістерін тыңдау, ой елегінен өткізу, жаттығу, тапсырмалар орындау практикалық және тағы басқалар. Сондай бақылау әдістері, сұрау, бақылау жұмысы, коллоквиум, сынақ, имтихан және тағы басқалар. Соңғы жылдары біздің ғылым теориясы мен практикасындағы жаңа көзқарастар мен талаптар негізінде біз оқыту әдістерін дәстүрлі және белсенді немесе интерактивті деп ажыратып та жүрміз. Осы орайда ең алдымен кез келген оқытушы, әсіресе жас маман кадрлар оқыту әдістерінің жаңа интерактивті жүйесінің мәнін, олардың артықшылығын терең түсіну үшін дидактиканың заңдылықтары мен қағидаларын, оқыту әдісі ұғымының оқыту процесін құрайтын компоненттер жүйесінен алатын орнын және есімдері танымал ғалымдарымыз Данилов, Исипов, Скаткин, Лернер, Бабанский, Лемберг және тағы басқа жіктеп берген дәстүрлі дидактикалық әдіс тәсілдерінің табиғатын терең танып меңгеруі қажет дер едім.
Өйткені біз сөз етіп отырған оқытудың интерактивті әдістерінің негізі осы дәстүрлі әдістерден бастау алатындығын жоққа шығаруға болмайды. Жалпы оқытудың инновациялық әдістері бұл оқытушы, студент жүйесіндегі өзара танымдық жұмыстардың жаңа әдістерімен сипатталатын, оқу материалдарын меңгеру үрдісіндегі тәжірибелік жұмыстардағы жаңалық, әсіресе олар оқу мақсаты мен шығармашылық қызметпен өте тығыз байланысты. Интерактивті оқыту әдістері туралы сөз еткенімізде ең алдымен интерактив сөзінің мағынасын түсіну шарт. Ағылшын тілінен аударғанда интер бұл өзара әрекет жасау, біреумен сұхбаттасу, әңгімелесу немесе өзара әрекет ету мағынасын білдіреді. Бүгінгі ғылым теориясы мен тәжірибесінде интерактивті оқыту әдістерін топтастыруда, жүйелеуде түрлі көзқарастар орын алады. Мен өзімнің тәжірибеме сүйене отырып және бүгінгі таңдағы көптеген зерттеушілердің көзқарас пікірлерін негізге ала отырып, оқыту әдістерінің интерактивті жүйесіне мына бір әдістерді атар едім. Проблемалық дәрістер, проблемалық семинарлар, тақырыптық пікірталастар, дөңгелек үстелдер, миға шабу, ойлаудың алты қалпақ атты стратегия. Сондай-ақ ойын әдістері, жобалау, кейс-стади, тренингтер, рефлексия, презентациялар, ассоциограмма және тағы басқа да көптеген түрлерін атауға болады. Осы аталған оқытудың белсенді әдістерінің қайсы бірі болмасын, жоғарғы оқу орындарында педагогикалық пәндерді оқытудың белсенді әдістерінің жүйесін құрайды. Мен өз тәжірибемде дәріс сабақтарында проблемалық немесе пікірталас дәрістердің тиімділігін баса айта аламын. Жалпы лекция өзекті проблемаларды игеру мен меңгерудің теориялық мәселелерін қарастыратын ерекше сабақтың түрі болып табылады. Соның ішінде пікірталас лекциясының маңызы өте зор дер едім. Лекция бұл түрінде күрделі әрі сан алуан шешімдері бар, студенттер тарапынан көптеген сұрақтар туғызатын өзекті теориялық және практикалық проблемалар талқыланады. Пікірталас лекциясында оқу материалы жан-жақты талқыланып, түрлі позициялар тұрғысынан қарастырылады және бағаланады. Пікірталасқа студенттердің барлығының дерлік қатысуы қадағалануы тиіс. Пікірталас лекциясында студенттерде түрлі көзқарастар мен позицияларды салыстыру, оларды талдау, яғни талдаумен қатар баға беру дағдылары қалыптасады. Олар ғылыми пікірталас жүргізу әдістемесімен танысып, өз ұстанымдарын қорғауға және қарсы жақтың пікірін сынау мақсатында дәлелдер келтіруге, оларды қолдануға үйренеді. Келесі бір осындай белсенді оқыту әдісі лекция конференция дер едім. Конференцияны бір жақты сұрақтар қойып, екінші бір тараптың сол қойылған сұрақтарға жауап беруі деп түсінеміз. Мұндай лекциялар студенттерде сұрақ қою білігін қалыптастыруға бағытталады. Ал сұрақ қою таным процесінің ең бір тиімді тәсілдерінің бірі. Ол студенттердің оқу материалын игеруі және оны практикалық тұрғыдан қолдана білуі деңгейін көрсетеді. Мысалы, біз өз тәжірибемізде Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университеті педагогика кафедрасымен әріптестік байланысы орната отырып, магистранттар аудиториясында педагогика пәні бойынша онлайн жүйеде лекция конференция әдісі негізінде сабақтар өткіздім. Нәтижесінде біз екі жақты байланыс орнатып қана қоймай, магистранттар аудиторияларының бір-бірімен сұрақтар қойып, пікір алмасуына, ортақ тұжырымдар жасауына, ғылыми зерттеу мәселелері бойынша да ойларын ортаға салуға зор ықпал етіп, аудиторияға жағымды эмоция сыйлай алды. Жалпы дәрістер өткізуде ең алдымен күрделі жаңа ғылыми көзқарастарды лектор өз тарапынан ғылыми ұғымдар жүйесін интерактивті тақтада, яғни түрлі флипчартта сақталған слайдтардың көмегімен ұтымды түсіндіруге тырысқаны жөн. Сонымен қатар әңгімелеу әдісін жиі қолданатын оқытушыларымыз оларды әңгімелесу әдістерімен, яғни диалог әдісімен сабақтастықта өрбітсе өте тиімді болады. Жоғарғы мектеп тәжірибесінде кеңінен қолдау тауып жүрген ұтымды интерактивті оқыту әдістерінің келесі бір үлкен тобын ойын әдістері құрайды. Бүгінде біздің отандық педагогика саласында оқытушы ғалымдардың басым көпшілігі оқытудың ойын әдістерін кәсіби дамуды қамтамасыз етудің ең тиімді әдістері деп бағалап, әрі өз тәжірибелерінде кеңінен қолданып та жүр. Әлемдік тәжірибе көрсетіп жүргендей, Европа мен ақш-тың және сондай-ақ ТМД елдерінің танымал жоғарғы оқу орындарының тәжірибесінде де бұл әдіс кеңінен қолданыс табуда.
өткен іс-әрекет арқылы үйрету танымның ең тиімді тәсіл екендігі баршамызға аян. Адам жадында бір мезетте өзінің жасағаны мен бастан кешкен әсерлерін қалдыра алады. Осы орайда әсіресе рөлдік ойындар студенттеріміздің өздерін басқа адамдардың орнына қойып, белгілі бір мәселе, не болмаса проблемаларды солардың тұрғысында қарастыра отырып, шешімдер қабылдауына дағдыланады. Бұл орайда біз қолданып жүрген тағы бір тиімді әдістердің түрі жарнама құрастыру немесе аукцион ойыны. Студенттер шағын топтарға 4-5 адамнан бөлініп, ойында тауар жарнамалау ісімен айналысады. Ал біздің педагогикалық мамандық иелері үшін тауар не болмақ? Ол әрине оқу мен тәрбие процесінің әдістері, құралдары, формалары және тағы басқалары болуы ықтимал. Кішкене қобдиша немесе конверттің ішінде педагогикалық категория белгіленген сугрет салып, не болмаса ұғымды жазып қою арқылы жасырып, әр топ өкіліне қобдиша немесе конверт ішінен белгілі бір сугреттің жазылған ұғымның біреуін суыртып алып, яғни сол ұғымға 8-10 минут ішінде топ мүшелері жан-жақты жарнама, мәтін құрастыру, постер дайындау, плакатпен жұмыс және тағы басқалар арқылы, яғни осы берілген тапсырманың мәнін, қалайша тәжірибеде қолданудың жолдары туралы түсініктерін беріп, көрсетіп, ойнап шығу керек. Сондай-ақ біздің тәжірибемізде кеңінен қолдау тауып жүрген тағы бір тиімді оқытудың ойын әдістерін құрайтын бұл блиц оқу ойындары. Қысқа мерзімді шағын ойындар болуымен бұл ойын түрлері студенттердің нақты біліктері мен дағдыларын дамытып, бекітуге бағытталады. Мен өз тәжірибемде педагогикалық ойын мазмұнын әр сабақ тақырыбына сай құрып, арнайы ұяшықтар арқылы жасалған сұрақтарға жауап беру арқылы өткен сабақ материалы мен жаңа өтілген дәріс материалының арасындағы сабақтастықты сақтап тұжырымдауды жүзеге асырамын. Келесі бір тиімді әдіс бұл рефлексия. Рефлексия тұлғаның ойында және сезініп жүрген өз әрекетін түсіну процесі. Рефлексия барысында әртүрлі ойлау жұмыстары жүргізіледі. Бұл әдіс аудиториямен кері байланысты орнатуда да өте тиімді. Кері байланыс қатысушының оқыту процесі қалай өткені және қандай нәтижелер бергендігі туралы ой пікірін тыңдауға мол мүмкіндік береді. Мәселен, сабақты қорытындылау барысында ізгілік ағашына сабақтан алған әсерлерін 2 жұлдыз 1 тілек қағидасымен стикерлерге жазып қалдыруды сұраймын. Ұсынған әдіс бойынша білім алушылар өз сезімдері мен ойларын дәріс нәтижесі бойынша стикерлерге жазып, тақтадағы ізгілік ағашына іліп қалдырады. Кейін өз ойларын оқып, ерекше әсерлермен бөліседі. Осындай жағдайларда бірде педагогика пәні бойынша өткізілген тәрбие мәселесіне қатысты тақырыпты анықтай келіп, мен белгілі Серікзат Дүйсенғазиннің мәуелі ағаш басын жерге иіп тұрады, мәуесіз ағаш сорайып биік тұрады, білімді иманды адам да мәуелі ағаш секілді кішіпейіл болады деген тұжырымын негізге ала отырып, өзімнің білім алушы магистранттарыма өз сезімдерін, талап тілектерін, яғни нені меңгере алғандығын анықтауға байланысты пікір жазып қалдыруды өтіндім. Түрлі кері байланыс орнатудың әдістері арқылы тұжырымдалған мұндай сабақтар негізінде мен әр оқу процесінің танымдық мақсаттарына қаншалықты қол жеткізе алғанымды көруге мүмкіндік аламын. Оған дәлел жазып қалдырылған білім алушыларымның пікірлері мен ұсыныс тілектері, сезімдері мен ой толғаныстары. Осындай интербелсенді әдістерді оқу процесінде үйлесімді пайдалану студенттер бойында кәсіби құзырлылықтарды қалыптастыруда өте маңызды. Қорыта келе, мен осы дәріс мүмкіндігін пайдалана отырып, ең алдымен кез келген оқытушы өз сабағының авторы екендігін, сондықтан өзінің әрбір өткізген оқыту процесіне өзінің жеке туындысы ретінде аса жауапкершілік пен шығармашылық тұрғыдан қарауы тиіс деп айтқым келеді. Белсенді оқыту әдістерінің басты принципі де студенттердің мен істей алмаймын, мен білмеймін деген ұстанымдарына тосқауыл қою. Анықталғандай, белсенді оқыту әдістерін қолдану барысында білім алушылар өздерінің айтқандарының 80%, ал өздерінің қолымен істеген әрекеттерінің 90%-ын есте сақтай алады екен. Сонымен, дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда интерактивті оқыту әдістерінің артықшылығы неде? Білім алушылардың танымдық қызығушылығын арттырады, материалдардың тиімді игерілуіне мүмкіндік береді, сондай-ақ
команда құрамында бірлескен танымдық әрекеттерді орындауға бағыттайды. Және өздігімен оқып үйрене білу, өз білімін әрқашанда дамытып отыру дағдыларын қалыптастырады. Түрлі ақпараттық ресурстарды қолдануға машықтандырады. Білім алушыларда өзіндік пікір, идеялар, тұжырым, қатынас қалыптастырады және оларды дәлелде қорғай білу іскерлігін арттырады. Сондай-ақ тұлға мінез-құлқының, оның болмысының өзгеруіне де ықпал етеді. Және де ең бастысы сабақтарда кері байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Құрметті әріптестер, бүгінгі жоғарғы мектептер жағдайында уақыт талабына сай білікті педагог маман кадрлар даярлығын жүзеге асыруда интербелсенді әдістерді қолданудың әрине маңызы өте зор деп білемін. Өйткені Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі қолдап отырған Болонья процесі студентті оқыту процесінің негізгі тұлғасына айналдырып, білім нәтижесін оның құзырлықтарымен өлшейді. Бұл ұстаным оқу процесін студенттің өзіндік шығармашылық әрекеттері үлесінің артуына алып келіп, оқыту және оқу әдістемесінде интербелсенді әдістерді қолдануды талап етеді. Мен өз дәрісімді осы белсенді оқыту әдістерінің мәнін айқындап беретін, бабаларымыздан қалған білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса деген даналық ойымен тұжырымдағым келеді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.